мынау Былғары белдігі, ана сағаты, бұның бәрі де мынау Сүлеймен атамыз Кәкеннің үйінде сақталып қалған. Қазір Еркін деген немересінің үйінде, осы Құдайға шүкір, сол Құралай шешенің арқасында осы бүгінге дейін жетті. Енді былай бірден кете берейік. Мынау енді іліп қойғанда, мынау да өте құнды дүниелер. Мына жерде Маралайшанның Қалқайшан 8 ұлы болған ғой, сол үлкен Қалқайдың. Бұл кісі мынау сырдың бойында бүкіл торғайды пір болған. Сол мынау Шақшақ Жәнібектің мынау атақты Мұса батыр, Шеген бидің бәрі ұрпағы осы мөрлерін басып, сізді пір тұттық деп, осы мынау куәлік. Мынау 1858 жылы шамамен жазылған құжат мынау. Енді бұл да Әмекешан біздің атамыздың сандығына сақтап қалған, аударып осыны біз жарыққа шығарып жатырмыз. Мынау енді екінші, ол осы Қалқайшанның сол дәптері бар, бір сол ішінде Кіші жүзінің, мынау Торғайдың, Қостанай жақтың көп жамағатының аты бар осы жерде. Бұл мынау атақты Бөкей ханның қызының өзі де Бибі Қожеке деген Қалқайшанды пір тұтқан екен. Бөкей ханның қызы, бұл төрелер де сонда пір тұтқан. Мынау енді астында Қыпшақ руының жамағатының аттары жүрді. Ал енді келесі, құжатты дағы не қойдық, мынау мына жерде Торғайда енді Кіші Шекті деген ұры бар, арғынның, қалың арғындар. Сонда мынау құжат, сол бірыңғай Өтей, Шымболат, Мадияр, Тазы рулары бәрі толымен Кіші Шекті руы, қалың арғын, бәріміз пір тұттық деп, осы мына аудармасы, мөрін басып, бұлар да сол құжат қалған, сол заманнан. Мынау енді Маралайшанның шапаны бабамыздың сақталып қалған. Айттым, Құралай шешеміздің, Еркін ініміздің үйінде. Мынау енді келесі несі, бұл Кіші жүздің алтын деген, байыл деген бар. Солардың атақты Тайыр би, Тасыр би деген осы жамағатымен, осы мынау мөрін басып, Қалқайшанға пір тұтқан деген. Бұндай құжаттар мен біраз зерттеп жүрмін, көрмек бұндай. Ауызша айтады көбінесе, ананың пірі болып, мынау Қолбек деген сияқты ауызша айтады көп нәрсе. Бірақ бұндай құжат, бұлар енді сирек өте кездеседі құжаттың дәптер. Официальный документ. Бұл құжат үлкен. Мына жерде төменде тұрған мынау жайнамаздар, Шам-Шишан Қостанайдағы келген. Мынау Сүлеймен Ишанның жайнамазы, мынау жердегі жайнамаз Шам-Шишан, Қаус Ишан, үш Ишанның жайнамазы мынау. Енді мынау Маралайшан бабамыздың 30 ишан шыққан ғой, соның соңғылары 3-4 ишан, бұлар 1970 жылға дейін өмір сүрген. Осы 3 ишанның соңғы 1970 жылда қайтыс болған ишандардың жайнамаздары. Мынау енді келесі құжат, мына жаңа айттым ғой, сыр бойындағы Шөмекей деген үлкен ру бар. Тоқа руының атақты Аман батыр, Алмас батыр дегеннің құжаты. Келесі мынау Шөмекей Жолай деген кете бар, ол Өтетілеу би деген, мынау Пірәлі би деген атақты өте сыр бойында аты шыққан адам, сол мөрін басып, Қалқай бабаны пір тұтқан құжат болды. Бұл енді өте сирек кездесетін құжаттар. Мынау енді Бестау деген жер, Қамыстаударында, Қостанай мен Ақтөбеге шекаралас жерде атақты Жүнісхан Ишан деген атамыз болған. Сол кісінің қасқыр ішігі үйінде сақталып қалған. Өте ірі денелі кісі болған екен, мына көп бүрістігі формасы қандай болған. Келесі енді мына кітаптар, бұл енді пайдаланған кітаптар. Мына жерде мына Абдырахман Мақсумның қажылыққа барған куәлігі. Мынау тұрған Қалқайшанның мөрі, мынау үлкен мөрі. Мынау кішкентай Құран, Сүлеймен Ишан айтып кеткен. Ол кісі 20 жыл Қызылордада Совет үкіметінің кезінде имам болған, облыстың имамы. Сол біздің муфтият ол кезде Ташкентте болған. Сол Ташкенттен мына сыйлаған екен кішкентай Құранды Сүлеймен Ишанға. Мынау енді бір белгісіз адамдікі, аты жазылған, бірақ ол бізге жатпайды, ертелген жоқ әлі. Мынау жаңа Қалқайшанның қолжазбасы. Ол кісі үлкен ғалым адам болған, ишандықтан басқа осы жыр-дастан жазған, тарих жазған көп. Мына екеуі енді Кете деген ру бар, сырдың бойында үлкен. Сол жамағаттың несі. Құжаты бабамыздың құрылы. Мынау да бір қызық құжат. Сүлеймен Ишанның 1923 жылы Қадырия тарихатын бұл кісіге осы мынау мюрит жинауға,
ұстаз болуға рұқсат берген қағазы ижаза дейді бұл. Діни не рұқсат? Бұл кісі осы қағазбен келіп өзінің сол қадірия тариқаттың жұмысын істей береді. Мүрит жинап, оларды үйретіп тариқат негіздеріне. Мынау енді мешіттер бабамыздың атында, әкесінің атынан бастап 10-нан астам Қазақстан бойынша мешіт медресе бар. Мынау енді ең көнесі 130 жыл болған Қостанайдағы мешіт, осы бабамыздың атында. Мына Құрман бабамыздың мешіті сол Қостанай облысының Ұзынкөл ауданында. Мынау Марал баба мешіті Бештау ауылына Қамысты ауданында. Мынау салынып жатқан Қармақшыдағы мешіт, жаңа мешіт. Бабамыз жатқан жеріндегі. Төмендегі мына Қалқа Ишан мешіті Қызылордадағы. Мынау Алдажар Ишандікі, немересіндікі. Ар жағында мынау медресе, жалғыз медресе бар, мешіттердің ішінде. Қызылордада бұл Марал Ишан атында медресе. Мынау Әмит Ишанның Әулиекөлдегі жаңа мешіті. Тағы сыймай қалды, 2-3 Сұмыр, мынау Әулиекөлде, Әулиекөл ауданында. Мынау енді тарихы қысқаша бабамыздың. Енді ол кітапта да жазылған, қолдануда түсіп, оны танымға келесіздер. Мынау бабамыз енді Азамат соғысын жариялаған ғой, Тосын Торғайда. Мына орыс саясатына қарсы. Сол мынау генералға жазған хаты, аудармасы. Мына жерде. Мынау несі орысша аударғаны. Мынау орысша несі. Осы өстіп хат жазып, патшамен келесем деген ғой. Мынау шежіресі. Шежіресін аспай көременесінде бұлар. Қалыбай, Елібай, бәйбішесінің туған 3 бала, негізі ұрпақ осыларда көп, қалғандарын сен аздау. Мына жерде тұрған мына кесенесі Қармақшыдағы. 19 ғасырда баласы Қалқай салдырған Қармақшы Қызылорда облысында. Мына жерде тұрған Әмит Ишан, айтты ғой, 4 Ишан, соңғы Ишан, соның заттары. Мынау Құран кітапты Абдурахман Маралдың немересі Меккеге баратқанда Стамбулдағы Абдулхамид патшамен кездеседі. Сол сыйлаған Абдурахманға немересі. Мынау кітап, сирек кітап болды. Мынау енді бөрігі, қол кітапшасы, блокноты, Әмит Ишанның қанжары нелері. Мынау жаңағы мешіт, Қостанайдағы 130 жылдық тарихы бар мешіт. Көне мешіт. Қазақстандағы ең көне мешіттің бірі, Марал Ишан атында. Мынау енді кітаптар Есей Ишанның пайдаланған кітаптары. Есей Ишанның жатқан жері Торғай, Тосын деген құмда жатыр ол кісіде. Мынау енді осыдан 3 жыл бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайда Түркістанда жариялады ғой бәрімізге де. Құран табылған Кенесары ханның, Марал Ишан Кенесары ханға сыйлаған Құран. Осы мына ортаңғы бетінде мұнда жазу бар. Алла Тағала Құрман ұлы Маралдың дұғасымен қазақтың ханы Кенесарыны қорғап жүр деп екеуі мөрін қойған. Құран. Бұл енді тарихи өте құнды дүние. Қазір Қожа Ахмет Яссауидің музей мавзолейінде тұр. Мынау айтқан медресені салдырған. Бұны салдырған Қажы Мұрат деген бауырымыз келеді бүгін. Құдай қаласа. Келді ма? Осы оны танысамыз қазір. Мынау енді ең көп сақталып қалған Сүлеймен Ишан атамыздың, әкеміздің заттары мынау. Мынау куәлігі, мынау қол кітапшасы, қамшысы, мынау сүндетке отырғызған құралдары ағаштан жасаған. Қанжары, сағаты. Бұл енді сол Еркін інінің үйінде қазір бәрі де сақталып қалған. Мынау Қалқа Ишанның кесенесі Қармақшы ауданындағы. Бұны Мамырбай деген баласы Қалқай ұйымдастырумен салынған. Бұл мына Қожа Ахмет Яссауидің копиясы. Түркістанда кішірек. Мынау қатар бар болған, екеуі бір орында жатыр Қармақшыда. Мынау енді соңғысы, бұл да бір құнды дүние. Марал Ишанның ұстазы Жалаңай Қашан болған. Ол кісі Абылай ханның пірі болған. Бұқарада оқыған, Бұқарада Жамтау деген жерде. Сол кісі ең үздік, ең сүйікті шәкірті Марал Ишанға өзінің батасын беріп, өзінің асатаяғын береді. Сол асатаяқтың басы. Бұл сақталды, асатаяқ өзіне сақталды бар, бірақ оны әкеле алмады. Бұл да өте құнды дүние. Таяқ басы, бұл енді асатаяқ, пластикалық асатаяқ емес, ағаштан істейді. Бұл қару сияқты. Қылыш сияқты.